Сәлем достар, бұл видеода мен ЗПР туралы айтатын боламын. ЗПР немесе ПДТ деп айтып жатады. Бұл ПДТ ЗПР-ның қазақша аудармасы, яғни баладағы психикалық дамудың тежелуі, орысша задержка психического развития. Бұл баладағы жалпы тежелу аты айтып тұрғандай. Енді психикалық тежелу деген не? Сол жайлы айтатын боламын. Психикалық даму деген ол баланың танымдық қабілеттері, интеллектуалды деңгейі және эмоционалдық ерік-жігері. Психикалық дамудың тежелуі деген бұл ешқандай диагнозға жатпайды. Бұл бұзылыс. Бұған түзету жұмыстары жасалынса, бұл бұзылыстан бала шыға алады. Толыққанды бұны диагноз емес деп айтуға болады. ЗПР немесе кей жерлерде ПДТ деп айтып жатады. Бұл ПДТ жаңа айтып өткенде бұл қазақша нұсқасы. Бұл көбіне мектеп жасына дейінгі балаларда болады. Психикалық даму деген баланың танымдық қабілеттері, интеллектуалды деңгейі және эмоционалдық ерік-жігері деп айтып өттім ғой. Енді соның әрқайсысына тоқталатын боламын. Интеллектуалды танымдық деңгейі дегеніміз не балада, оған не жатады? Мысалы, баланың ойлауы, баланың зейіні, баланың қабылдауы, баланың қимыл қозғалысы, баланың әлеуметтік және академиялық дағдыларының барлығы осы интеллектуалды танымдық процеске жатады. Егер осы айтылған іс-әрекеттерден балада тежелу байқалса, онда ол ЗПР болып табылады. Бұл жерде баланың зейіні деген не? Зейіні тұрақсыз екен, зейіні төмен екен деген сөздерді естіп жатамыз. Мысалы, ол деген баланың бір нәрсеге өзін шоғырландырып, соған қарап бір нәрсемен айналыса алуы. Баланың қабылдауы дегеніміз не? Бұлған не жатады? Баланың естіп қабылдауы, баланың көріп қабылдауы, баланың тері арқылы, қолы арқылы, саусағының ұшы арқылы сезініп қабылдауы осы баладағы қабылдау процестеріне жатады. Осы үш қабылдау арқылы бала қоршаған ортадағы болып жатқан ақпараттарды түсініп өңдейтін болады. Қарай баланың қимыл қозғалысы дедім. Ол қимыл қозғалысы мысалы жалпы моторикасы балада. Моториканы біз екіге бөлеміз: ірі моторика және ұсақ моторика. Ірі моторика дегеніміз сол жалпы моторика. Баланың секіруі, ойнауы, баспалдаққа шығуы, төбеге өрмелеуі, баспалдақпен түсуі сияқты баланың ірі дене қимылдарын осы жалпы моторикаға жатқызуға болады. Екінші баланың ұсақ моторикасы деген баланың қалам, ручка ұстай алуы, жазу жаза алуы, сурет салуы, түймелерді қадай алуы, аяқ киімнің бауын байлай алуы. Осы сияқты нәрселер баланың ұсақ моторикасына жатады. Әрі қарай интеллектуалды танымдық процестерге жататын дағдыларды мен тоқталып жатырмын. Соның бірі академиялық дағдылар дегеніміз не? Өзінің аты айтып тұрғандай академиялық. Ол баланың оқуы, баланың есте сақтауы, баланың санауы, баланың жаттай алуы, баланың сөздерді түсінуі, баланың санай алуы. Осының бәрі баладағы академиялық дағдылар деп айтылады. Әрі қарай әлеуметтік дағдылар дегеніміз не? Яғни әлеуметтік деген ол баланың топпен бірге ойнай алуы, топпен бірге жүре алуы, ата-анасымен, жақындарымен сөйлесе алуы, олармен бірге қарым-қатынас жасай алуы, өзінің және өзгенің эмоциясын түсіне алуы осы әлеуметтік дағдыларға жатады. Міне осылар жаңа айтып өткен зейін, қабылдау, есте сақтау, іс-қимыл, академиялық дағдылар, әлеуметтік дағдылар осының барлығы баланың интеллектуалды танымдық деңгейіне жатады. Осы айтып өткен дағдыларда бұзылыс байқалса, онда баланы ертерек невропатологқа көрсетіп, балада ЗПР бар немесе жоқ екенін анықтап алғанымыз жөн. Әрі қарай эмоционалдық ерік-жігер дегеніміз не? Ол жалпы адамның өзінің эмоциясын ұстай алуы, дұрыс жеткізе алуы осы эмоционалдық ерік-жігерге жатады. Мысалға айтатын болсам, кейбір балалар алдыңызда 5 жасар, 6 жасар бала отырса, бірақ оның эмоция білдіруі, оның істеген іс-қимылдары
2 жасар, 1,5 жасар балаға ұқсап тұрады. Еріксіз қуану, қатты шыңғыру, бақырып жылау сияқты өзінің эмоциясын дұрыс ұстай алмайтын, басқара алмайтын, өте ашуланшақ, шыдамсыз болып тұратын болса, осындай нәрселерде балалардың эмоционалдық ерік-жігері төмен деп айтуға болады. Немесе оны енжар бала деп айтамыз кейде. Өте әлсіз сияқты көрінеді, ол ешқандай желаниясы жоқ еш нәрсеге. Сәл бір нәрсе, ұнамсыз бір нәрсе болса шыңғырып, шыдамсыздық танытып, солай өзінің агрессия танытатын балалар, солар өзінің эмоциясын басқара алмайды. Бұл да баланың дамуының бір бөлігі. Сол себепті бала өзінің эмоциясын тұрақты бақылап, тұрақты жеткізе алу керек. Егер осындай эмоционалдық ерік-жігерде қандай да бір тежелу, өзгеріс, бұзылыс бар болса, онда оны тоже нейропатологқа апарып тексертіп, сіздерде ЗПР бар немесе жоқ екенін анықтағандарыңыз дұрыс болады. ЗПР-дің пайда болуы бұл неден пайда болады, яғни ПДТ-ның этиологиясына тоқталатын боламын. Бұл бірінші фактор тұқым қалаушылық. Ата-анадан берілетін генетикалық ерекшеліктер. Ата-ананың психикалық денсаулығы қандай болады, ол балаға тікелей әсер ететін болады. Бұл бірінші фактор, тұқым қалаушылық фактор деп айтады. Екінші фактор соматогенді факторлар. Бұл балада созылмалы аурулар болса, қандай да бір қауіпті вирустық инфекция аурулар көп, жылдап ауырса, айлап ауырса, баладағы әлсіздік, баладағы иммунитеттің түсуі, баланың қимыл қозғалысын төмендеуі, осындай созылмалы аурудың бәрі осындай ЗПР-ге алып келуі мүмкін, қандай да бір тежелуге алып келуі мүмкін. Соматогенді факторларға осы туа пайда болған, жүре пайда болған созылмалы ауруларда жатады. Мысалы, туа пайда болған жүрек тесігі деп айтамыз, ол да баланың дамуына кері әсерін тигізеді, тежеліске алып келуі мүмкін. Сол сияқты жүре пайда болған қандай да бір ұзақ уақыт емделуді қажет ететін созылмалы аурулар баланың дамуына тежеліс әкелуі мүмкін. Сәйкесінше балада ЗПР болуы мүмкін. ЗПР-дің пайда болу үшінші себебіне психогенді факторлар жатады. Бұған баладағы психикалық стресс, ата-ана тарапынан гиперопека сияқты жағдайлар жатады. Гиперопека ол ата-ананың тарапынан балаға деген шектен тыс қамқорлық. Балаға кішкентайынан туылғаннан өте көп қамқорлық жасап, ол әлемді зерттеуіне, өзінің айналасын зерттеуіне, өзі істеуіне, өзі алуына, өзі жеуіне, ата-ананың ерік бермеуінде, мүмкіндік бермеуіне. Ол әрбір бала, біз зерттеуші деп айтамыз, әр бала бар нәрсені айналасындағын ұстап, қарап, зерттеп, шашып, төгіп деген сияқты бала өзі дамиды. Егер сіз соған аса қамқорлық танытып, еш нәрсе істеуге мүмкіндік бермесеңіз, балада тоже тежеліс болуы мүмкін. Бұл гиперопека бір болса, екінші балаға назардың жеткіліксіздігі, яғни внимание бөлмеу балаға. Ата-анасы азаннан кешке дейін жұмыста болуы мүмкін. Балалар үйде, қолдарында телефон, немесе телевизор, таңнан кешке дейін соны ғана көретін болса, ата-ана тарапынан баламен сөйлесу, балаға тәрбие беру сияқты әрекеттер болмаса, балада тоже тежелістер пайда болады. Соны сәйкесінше, егер бала сол күйі кететін болса, ЗПР бұзылыстары пайда болады. Үшінші жағы, отбасылық жағдайы, ата-анасы өте тым қатал болса, ата-анасында ұрыс керіс болса, бала қандай да бір стресспен өсіп келе жатса, бұл да баланың психикасына әсер етеді, сәйкесінше дамуына кері әсерін тиіп, балада тежеліс пайда болады. ЗПР-дің пайда болу төртінші себебі церебралды органикалық факторлар. Бұл дегеніміз жүктілік кезінде, анасының құрсағында жатқан кезде қандай да бір жетіспеушіліктердің болуы, бұзылыстардың болуы, анасының денсаулығында бір бұзылыстың болуы, балада кислородтың жетіспеуі, яғни гипоксия деп айтамыз. Бұл да үлкен баладағы дамудың тежелісіне алып келеді. Босану кезіндегі жарақаттар, ауыр босану түрі, мұның бәрі баланың дамуына кері әсерін тигізеді. Енді ЗПР бала қандай болады? Жаңа айтып өткендей, ЗПР бала тек қана
мектеп жасына дейінгі балаларда болады қойылатын бұзылыс, және тек қана 1-1,5 жасқа ғана тежелу болады. Мысалы алдыңызға 1 жас 8 ай бала келеді, ол балада 1 жас артта даму болатын болса, яғни ол балада 8 айлық баланың көрсеткі деңгейі болады. 8 айлық бала не істейді? Ол бала дәл соны істеп тұрған болады. Яғни 1 жас артта дамып келе жатыр деген сөз. Енді онымен сіз дәл 8 айлық баламен не істеу керек? Сол деңгейге түсесіз, сол деңгеймен жаңағы 1 жас 8 ай, 2 жасқа дейінгі әрекеттерді жасайсыз. Сол сияқты 3,5 жасар бала алдыңызға келсе, оның дамуы тағы 1,5 жас кері болса, ол яғни 2 жас 2,5 жас баланың дамуында тұрған болса, дәл сол 2 жас баланың деңгейіне түсіп, сол бойынша жайлап 3 жас 3,5 жас боп әрекет жасайсыз. ЗПР баладағы ерекшеліктер. ЗПР бала ол ата-анасымен сөйлесе алуы мүмкін, бала эмоцияны түсінуі мүмкін, бала сөйлей алуы мүмкін, бала ойнай алуы мүмкін, бала топпен ойнай алуы мүмкін, бала билей алуы мүмкін, бала ән айта алуы мүмкін. Бірақ қандай да бір тежеліс бар. Егер сіздің алдыңызға 10 түрлі ЗПР бала келсе, яғни невропатолог ПМК-дан ЗПР деп қойып берген қағазы бар қолында, сондай 10 бала келсе, оны 10 түрлі болуы мүмкін. Мысалы, бір балада коммуникация сақталған болады. Яғни балалармен ойнай алады, ата-анасымен сөйлесе алады, ойын жеткізе алатын болады. Ал екінші балада бұл болмауы мүмкін. Енді бір бала атын атағанда қарамайтын болса, келесі бала атын атағанда қарайды. Бірақ тағы ода қандай да бір бұзылыстар болуы мүмкін. Мұның бәрі ЗПР, тек қана осыны жақсылап, анықтап, диагностика жасау керек болады. Бұл сияқты бір бала әр ойыншықты өз функциясымен ойнай алуы мүмкін. Мысалы, машинаны айдап, бип-бип деп, самолет болса, самолетті ұшырып, дәл солай ойнайтын болса, екінші бала ойыншықты өз функциясымен ойнай алмайтын болады. Ол жай ғана жаңағы машинаны алып, дөңгелегін айналдырып, ойыншықты өз мақсатында ойнамайтын болады. Мысалы, біз қасық ойыншықты бала алып, қасықпен тамақ ішу керектігін егер солай істеп тұрған болса, ЗПР бір бала ол нәрсені істемеуі мүмкін. Келесі бала оны істеп тұрса, бұл да ЗПР-ге жатады, бірақ бір балада бар нәрсе екінші балада болмауы мүмкін. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бала сұрақтарға, күнделікті базалық сұрақтарға жауап беру мүмкін, базалық командаларды орындау мүмкін. Әкел, есікті жап деген сияқты, су ішем деген сияқты айту мүмкін, жауап беру мүмкін. Ал енді бірақ сәл күрделенген сұрақтарға жауап бере алмай, күрделенген әрекеттерді жасай алмай жатуы мүмкін. Мұның бәрі ЗПР-ге жатады, және оны нақтылау үшін сіз міндетті түрде невропатолог, ПМК-ға барып балаңызды тексерту керек боласыз. Сіздің балаңызға ЗПР деп қойса, немесе жақыныңызға ЗПР деп қойған болса, немесе сіз өзіңіз маман болсаңыз, ЗПР балалармен жұмыс жасайтын маман болсаңыз, сіз оны қалай диагностикалайсыз? Сіз оны қалай байқайсыз? Оны сіз арнайы онтогенез, баланың дамуы туралы, түсінігінің дамуы туралы онтогенез бар арнайы. Сол арқылы сіз баланы тексерсеңіз болады. Мен оған қазір тоқталып кететін боламын. 1 жас бала қоршаған ортаны танып білу мақсатында базалық дағдыларды түсініп бастайтын болады. Ата-анасының іс-қимылын қайталап бастайтын болады. Оларға қарап күліп бастайтын болады. Ладушки, ладушки дегенде шапалақ ұрып бастайтын болады. Тук-тук-тук дегенде ол тоғылдатып бастайтын болады. 1 жас бала осы әрекеттерді жасай алу керек, және өзінің былдырлаған сөздері болу керек. Енді 2 жас бала қарапайым нұсқауларды түсініп бастайтын болады. Есікті жап, қолыңды жу, тамағыңды іш, ойыншықты жина деген сияқты қарапайым нұсқауларды түсінеді. Сондай-ақ баланың танымдық деңгейі артатын болады. Мынау ойыншықтардың атын, заттық атауларды жақсы білетін болады. Есік қайда дегенде есікті көрсете алатын, телевизор қайда, телевизор, мама қайда міні, папа қайда міні деп көрсете алатындай болу керек. Яғни алдына сіз оны тексерген кезде алдына бірнеше карточкаларды қоясыз. Мамасы, папасы, атасы, әжесі, баласы, ағасы деген сияқты. Сол жерде сіз мама қайда, әже қайда деген сияқты сұрақ қойған кезде бала сол әженің суреті тұрған карточканы
көрсете алу керек, немесе мамасын сұраған кезде мамасын көрсете алу керек. 2 жас балада осы нәрсе болуы керек. Әрі қарай 3 жас баланың түсінік деңгейі дамуы қандай болу керек? 3 жас бала енді күрделенген сұрақтарға жауап бере алады, күрделенген әрекеттерді жасап бастайды. Есікті жапта, қолыңды жуда, тамағыңды іш деген сияқты сәл күрделенген сұрақтарға жауап бере алатын, күрделенген әрекеттерді жасап бастайды. Тексеру мақсатында сіз оның алдына бірнеше карточка қоясыз, ұйықтап жатқан, тамақтанып жатқан, немесе секіріп жатқан, кітап оқып жатқан сондай пекс карточкаларын қойып, сіз баладан сұрайсыз. Мына жерде тамақ ішіп отқан қыз қайда? Көрсетші деген кезде бала жаңағы тамақтанып жатқан қызды қолымен осылай көрсете алу керек болады. Егер ол бала соны көрсете алса, сіз оны бірнеше рет карточкаларды ауыстырып алдына қоясыз, әртүрлі сұрақтар қоясыз. Егер бала соған жауап беріп тұрған болса, баланың түсінігі қалыпты дамып келе жатыр деген сөз. Ары қарай 4 жас баланың түсінік деңгейінің антогенезі. 4 жас бала уақытты, мезгілді ажыратып бастайды. Қашан келдің, қайдан келдің деген сияқты. Біз қашан ұйықтаймыз, қай кезде тұрамыз деген сияқты балада уже түсінік пайда болады. Баланың алдына сіз қыс, жаз, көктем сияқты суреттерді қойып, сіз сұрайсыз, мына қолғапты қай кезде киемін деп. Алдына 4 мезгілдің суретін қоясыз. Бала қолғапты мына кезде киеміз деп қыстың, қардың суретін көрсете алса, ол да баланың түсінік деңгейінің қалыпты дамып келе жатқанын білдіреді. Және 4 жас бала кеңістік ұғымдарын жақсы түсінетін болады. Столдың асты, столдың жаны, шкафтың іші деген сияқты, мысық қайда, мысық қай жерде тұр, столдың астында тұр деген сияқты кеңістік ұғымын жақсы түсініп бастайды. Әрі қарай 5 жас баланың түсінік деңгейі қандай болу керек? 5 жас бала қарама-қарсы, яғни антонимді сөздерді айтып, антонимді түсініп, өзінің сөздерінде қосып қолданып бастайды. Мысалы, ыстық, суық, қараңғы, жарық, үлкен, кіші деген сияқты емін-еркін ойын осы қарама-қайшы сөздерді қолдану арқылы емін-еркін ойын жеткізе алатын болу керек. Және одан сұраған кезде үлкен допты, кіші допты қойып, үлкені қайсы, кішісі қайсы, орташасы қайсы деп сұрағанда бала соны көрсете алу керек. Және бала осы кезде бірнеше сөйлемдермен өзінің ойын толыққанды жеткізе алу керек. Кез келген суретке, картинкаға қарап, ол өз ойын жеткізе алу керек болады. ЗПР-дің бірінші деңгейі, бұл кезде бала сөйлемейді, бірақ алдына жаңағыдай карточкаларды қойып, баланың түсінігін қабылдауын, көріп қабылдауын, түсінігін тексеруге болады. Баланың алдына жаңағы заттарды қойып, мынау не, алма қайда, есік қайда, велосипед қайда дегенде бала көрсете ала ма, көрсете алмайды ма? Ол мүмкін балада жест даммаған, бірақ тек қана көзбен қарау мүмкін. Сіз сұраған затқа жай ғана көз жүгіртіп қарау мүмкін. Алма қайда дегенде алмаға қарау мүмкін, үй қайда дегенде үйге қарау мүмкін. Баланың осылай түсінігін, сөйлемейтін баланың түсінігін осылай тексеруге болады. Екінші деңгейде 2 жастан бастап 2 жастан асқан бала болса, бала сөйлеу деңгейінде болады, сөйлеу тілі дамып келе жатқан бала болады. Сөйлеген кезде өте қарапайым сұрақтарға жауап беру мүмкін, жоқ, вау деген сияқты өзінің сөздік қоры болады. Ол кезде баланың сөйлеуіндегі грамматикалық қателіктерге мән бермейміз, өйткені ол кезде бала әлі анық сөйлемейтін болады. Бұл ЗПР бұзылысы, бұл бұзылыс өте ауқымды тақырып. Бұл бір видеоға сыймайды. Мен бұдан кейінде видео салатын боламын. Бұл видеоны бірнеше рет көріңіз, және жаңа 1 жастан 5 жасқа дейін айтып өткен түсінік деңгейінің даму антогенезін бірнеше рет тыңдап, өз балаңызда қалыпты дамып келе жатыр ма, немесе артта қалды ма, соны анықтап, егер бір өзгеріс байқасаңыз, невропатолог маманына барып тексерілгеніңіз жөн болады. Және балада рас бар ма, жоқ па, қалай ары қарай қалай жұмыс жасау керек, қалай әрекет ету керек, сол жайлы невропатолог маманынан нұсқау алсаңыздар болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліңіздер.